Наннан бас тартса, ағзада қандай өзгерістер болады? Видеоны соңына дейін қараңыз. Соңғы кездері көпшілік нанның және басқа да ұнды өнімдердің зияны жайлы жиі айтады. Алайда бұл мұндай пісірмелерден мүлдем бас тарту деген сөз емес. Тұтас дәнді және қара нан ағзаға пайдалы, ал ақ нан шынымен де ағзаға жағымсыз әсер етуі мүмкін. Рационыңыздан ақ нанды алып тастасаңыз, ағзада қандай өзгерістер байқалады? Арықтайсыз. Ақ нан калориялы өнімге жатады. Оның энергетикалық құндылығы 100 грамм өнімге 200-300-ден ккалға дейін өзгереді. Оның ішінде шамамен 2 грамм ғана жасұнық, ал қалғандары ішке бөксеге май болып жиналады екен. Оған қоса нанның гликемиялық индексі жоғары, яғни оны жегеннен кейін аз уақыттан соң қарныңыз қайтадан ашады. Екінші, теріңіздегі бөртпелер кетеді. Тері жағдайы көбіне рационға байланысты. Бөртпелер дұрыс емес тамақтану себебінен пайда болуы мүмкін. Безеу, ағзаның ақ нан құрамындағы ұнның дәл маңызына реакция болуы мүмкін. Бөртпе әдетте бетке шығады, сондықтан косметологқа барар алдында бірінші рационыңызды дұрыстап көріңіз. Ақ нан мен ұнды өнімдерден бас тартсаңыз, бетіңіз тазаруы мүмкін. Үшінші, ас қорыту жүйелері жақсарады. Глютен артық болса, ас қорыту жүйесі проблемалары туындауы мүмкін. Себебі глютен ішектегі жасушалардың тұтастығын бұзады. Біздің ағзамыз үшін маңызды элемент тағамдық жасұнық. Ол ақ нанда болмайды. Жасұнықтың көп мөлшері тұтас дәнді қара нанда болады екен. Энергияңыз көбейеді. Ақ наннан бас тартып, рационға көбірек жемістер мен көкөністер қоссаңыз, энергия көбейгенін байқайсыз. Сондай-ақ рационға түрлі жармалар қосыңыз. Олар ағзаның жалпы жағдайын ретке келтіруге көмектеседі. Оған қоса мұндай өзгерістер ми жұмысына да жағымды әсер етіп, есте сақтау қабілетін жақсартады екен. Одан кейін тәуелсіздіктен арыласыз. Тәтті және зиянды тағамдарға ғана емес, ақ нанға да тәуелділік туындайды. Оны жеген кезде қанға көп мөлшерде қант түседі. Кейін содан инсулин гормоны шығады. Егер бір тілім нан жесеңіз, аз уақыттан соң тағы біреуін жегіңіз келеді. Содан соң тағы іздейсіз. Одан кейін жастықты ұзартасыз. Егер нанның құрамын зерттесеңіз, онда ешқандай қоректік заттар жоқ екенін байқайсыз. Құрамында ешқандай дәрумені жоқ ұнды өнімді жеу арқылы ағза жас болып қала алмайды.